Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сұхбатымызда Шалақын ауданының құрметті азаматы, еңбек ардагері Найманов Хамит Әбдіқасымұлы қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі біздің сұхбатымызда есім Шайкенұлының туғанына 100 жыл толуына орай біздің сұхбатымыз өрбейтін болады. Хамит Әбдіқасымұлы, есім Шайкенұлымен қалай таныстыңыздар? 1975 жылы есім Шайкенович біздің Сергеев ауданына партия комитетінің бірінші хатшылығына келді. Сол уақытта бір айдан кейін бізді, мен ол кезде Ступенко кеңшарының бас техникумында мал шаруашылығы жөнінде жинап бізден сұрап білді. Бір айдан кейін бізбенен танысып, бәрімізден әр совхоздың бас техниктерінен бас ветраштардың барлығымен танысып, жағдайларын біліп, сол кезде таныстықпыз. Есім ағамен бірге жұмыс істеген жылдары қандай жылы естеліктер есіңізде қалды? Есім Шайкенұлымен бірге істеген уақыттарда ол кісінің бізге берген қойған сұрақтары, оның орындалуы, ол кісінің мынау есінде сақтау қабілеті, және сол қойылған міндеттерді атқаруының ары қарай қандай орындалып жатқанын қадағалап отыратын, әркімнің жақсы сұрап отыратын. Ал мынау жиындарда келгенде қанша адам залда отыратын болса, сонша адамның көңіл күйін біліп, оның не істеп не қойып отырғанын трибунада тұрса да білетін. Сондай бір жағдайлардың бірінде Тапсенко деген директор болды. Новопокровкада 50 лет ол кісім дейді, 50 жылдық, ол кісімнің 50 жылдығы совхозы. Соның директоры көзінде ақаулық бар еді, бір көзі көрінкіремейтін. Сонда төмен қарап шұлғып отырғанын байқап қалып. Шалақын ауданында есім Шайкенұлы қандай игі істерді атқарып кетті? Игі істердің бірі абаттандыру. Әрбір жауапты қызметкер, басшы, солар ағаш егуге соған задание берді. Сол орындалуын қадағалап отырып, сағат 6-дан тұрып алып, әркімнің өзінің атына қойылған этикеткасы бойынша соларды сол жерге жинап, сол ағаштың өсіп, өнуіне, жетілуіне қадағалап отырып сұрайтын болды. Одан кейінгі негізі ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы дамуында үлкен үлес қосты. Оның өзі мынау шөп дайындаудың еселеп өсуіне көптеген маңызды мән беріп отырды. Сол ауданда болмаған 10.000 гектар жерді суландырып, көп жылдық шөпті өсіру сол кезде болды. Ол кезде сол шөптің өнімділігін 2 рет шауып, 2 рет жинап алатынбыз. Сол себепті мал шаруашылығының өсуіне көп себебі дейді. Жақсы, рахмет. Тұлға ретінде оның қандай адам болғанын есіңізде қалды? Ол кісінің осы өмірінде жүрген ортасында өзін өзі ұстай білу, және өзгеге өнеге көрсету өте маңызды болды. Өйткені егер көңіліңе алған сұрақ болатын болса, оның шешуін таба білетін болса, ол кісі соны құптап отырады. Ал егер уақытында орындалмайтын болса, оны сұрап отырады. Сондықтан ол кісінің өзінің принципиалды тәртібі, тәрбиесі өскен, сол қалыптасып қалған мінезіменен бізді жақсы жағдайларға ұмтылуға, оның қалай орындалып жатуына бақылауда ұстауға ол кісінің бойындағы қасиеті. Хамит аға, бүгінгі сұхбатымызға үлкен рахмет айтамыз. Келесі кездескенше сау болыңыз. Осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше. Есім Шайкенұлының әрбір күні ауданда істеген есімізде қалды. Ол кісінің есте қалу
осы біздің Шал Ақын ауданының азаматтарының есінде қалуының себебінің бір жағдайы ол мынау 3-ші мектепке атын беру, одан кейін көшеге атын беру, көшеге өзінің мүсінін қою, соның барлығы әр уақытта біздің есімізде. Есім Шайкенұлын біз еске алып отырамыз. Әр уақытта сол кезде бірге істеген кісілерменен сөйлескенде қандай жағдайлар болып, сол кезде қалай істегеніміздің барлығын аңыз қылып айтып отырамыз.